Аса қамқор, ерекше мейірімді Аллахтың атымен бастаймын. Жасұлан киностудиясы ұсынады. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Аллахтан бұйрық болып жазылыпты. Өтеуге мұсылманға қажылықты. Бетке алып Қағбаны 14 ғасыр мың санадан Меккеге ағылыпты. Еркін Рақышевтың фильмі Қажылық. Қажылық жер бетінде тұрғызылған тұңғыш Аллахтың үйі, Қағбаға барып тағзым ету мұсылманның 5 парызының бірі. Қажылық көне заманнан келе жатқан ғибадат. Әрбір шамасы жеткен мұсылман өмірінде бір рет болса да осы қасиетті жерге барып, қажылық міндетін өтеуі тиіс. Қажылығы қабыл болған мұсылман баласына жәннаттан басқа сыйлық жоқ. Аллахтың үйі саналатын Қағба ерекше қасиеттерге толы. Бұл жерде зәмзәм суы, тәуаф амалы және сағи ететін орындар орналасқан. Қасиетті Қағба барлық мұсылмандардың құбыласы. Құран кәрімде Аллах тағала өз есіміне қосып, үйімді таза ұста деп, Ибрахим алейхиссалам мен оның баласы Исмайылға бұйырған. Аллах тағаланың үйімді деп өзіне қосып айтуы бұл үйдің Аллах үшін де қасиетті екендігіне көз жеткізуге болады. Қағба жер бетіндегі ғибадатқа арнап салынған ең алғашқы киелі орын. Бұл жайлы Құранда жер бетіндегі ең алғашқы ғибадат үшін салынған үй Меккедегі тура жол мен берекенің бесігі болған Қағба делінген. Қағба жер шарының кіндігі іспеттес қасиетті екен. Сондай-ақ, ол күллі мұсылман баласының қияметке дейін намаздарында және жалпы барлық қайырлы істерінде жүздерін бұратын және умра қажылықта бас қосар бірден бір киелі орын болып саналады. Осы бір қасиетті мекенде мұсылмандардың мүбәрәк ауыздарынан шыққан ләббәйк аллахум ләббәйк тәлбиясы тау тасты жаңғыртып, 7 қабат көкке толқыған күйі самғап көтеріліп жатады. Қасиетті Қағбаны көрген кезде көзге ыстық жас үйіріліп, оны сезген жүрек басқа бір ерекше сезімге булығып, ар-ождан адамдықтың биігіне қарай серпіліп, бір мезет болсам, мына фани дүниені ұмытады. Қағбаны тәуәп жасап айналу маңызы терең, мәні бөлек, ерекше ғибадат. Тәуәп арабтың сөзі. Ол айналу деген мағынаны білдіреді. Қажылар қажылық шарттарын өтеу барысында Қағбаны 7 рет айналуы тиіс. Ғасырлар бойы дүниенің шартарабынан келген тілі мен түрі, ұлты мен ұлысы бөлек мұсылмандар Қағбаға зиярат етіп, жаратқан ием Аллах тағалаға құлшылық етеді. Қажылар Қағбаны сағат тіліне қарсы айналады. Айналу Қаратастан басталып, сонымен аяқталады. Қасиетті Қаратастың жан-жағы күміспен жиектеліп, жерден 1,5 метр биіктікте орналасқан. Киелі тас әуелде қардай аппақ болып, көргендерді таң қалдырып жұмақтан түскен екен. Алайда, уақыт өте келе адамдардың күнәһар қолдары тие-тие қара тасқа айналыпты. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам қара тасқа нұрлы жүзін қойып, мүбәрәк еріндерімен сүйіп,
пайғамбарымыздың оған деген құрметін білдірген екен. Пайғамбарымыздың хадисінде қиямет күні Аллах тағала қара таста көретін көз, сөйлейтін тіл беріп, бұрынғы көрінісіне қайтарады. Сонда қара тас Қағбаны зиярат еткен мұсылмандар үшін куәлік етеді деген. Сондықтан зиярат етуге келген қажыларымыз осы қара тасты ұстап сүюге тырысады. Дегенмен қара тасты ұстаймын, сүйемін деп біреуге залалын тигізу, ренжісу қажылық жасап жатқан адамға жарамайды. Сол себепті қара тасты сүю әдеттерін әрбір мұсылман жақсы біліп, басқаларға жаманшылық істеп қоюдан сақтанғаны дұрыс. Мүмкіндік болмаған жағдайда мұсылман адамға алыстан бисмиллахи Аллаху акбар деп қолын көтеріп өтсе, бұл амалы қара тасты ұстағаны саналады. Қағбаны айналғанда қысылып қалам немесе біреулерге зияным тиіп кетер деген қажылар шет жағымен жүріп айналғаны абзал. Ол жерде еркін жүруге болады. Тіпті екінші-үшінші қабаттармен айналсаңыз да болады. Мұнда емін-еркін жүруге жағдай жасалған. Қарт адамдар жүруге, әлсіз кісілер, жарымжан қажыларға арнап арнайы жолдар салынған. Оларға ақылар бәкештер қызмет көрсетеді. Қаратаспен Қағбаның алтынмен қапталған есігінің аралығы мұлтазам деп аталады. Бұлай аталу себебі адамдар бұл жерде жаратушыдан күнәләрінің кешірімін сұрап, дұғаларын оқып, тілектерін тілейді. Осы жерде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам кеудесін, екі шынтағын, екі қолын және бетін тигізіп, дұғасын оқып, Аллахтың мейірімі мен шапағатын сұраған. Сондықтан да бұл жер тілектердің қабыл болатын орны болып саналады. Егер де кім деген бұл қасиетті орынға келіп, қандай да бір ниет етіп, дұға жасап, Аллахтан сұрар болса, ол пенденің тілегін жаратқан иеміз қабыл етеді.